Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз егіншілік пәні бойынша 13-ші дәрісті бастаймыз. Дәрістің тақырыбы ауыспалы егістер сұлбасын жасаудың шарттары. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші, ауыспалы егістер сұлбасын жасаудың шарттары; екінші, ауыспалы егістердің буындары; үшінші, ауыспалы егістерді жіктеу. Бірінші сұраққа жауап: ауыспалы егістердің сұлбасын жасаудың шарттары. Ауыспалы егістің сұлбасын жасауда дақылдардың ғылыми негізделген алмасуына қол жеткізу үшін мына шарттарды басшылыққа алған дұрыс. Бірінші, ауыспалы егістің сұлбасын ең жақсы алғы егістен бастайды, бірақ бұл өте қатаң шарт емес. Екінші, негізгі дақылда сұлбада мүмкіндігінше көп орын беру керек. Үшінші, негізгі дақылды ең құнды алғы егістерден кейін орналастырған пайдалы. Төртінші, бағалы алғы егістің тек тікелей ықпалын ғана емес, одан кейінгі әсерінде пайдалану керек. Бесінші, арамшөптерге, сезімтал дақылдарды арамшөптермен жақсы күресетін алғы егістерге тақау орналастырған пайдалы. Алтыншы, егістіктерде арамшөптердің саны көбейетін дақылдардан соң арамшөптердің өсіп дамуын баяулайтын дақылдарды немесе сүрі танапты орналастыру керек. Жетінші, сұлбаға дақылдарды олардың шаруашылығы үшін құндылығын ескеру орналастыру қажет. Келесі, бірдей зиянкестері мен аурулары бар дақылдарды сұлбада қатар орналастыруға болмайды. Келесі, ауыспалы егісте дән дақылдардың үресі жоғары болғанда фитосанитар және аралық дақылдарды енгізу керек. Келесі, 10-шы, эрозия қаупі бар аймақтарда отамалы дақылдарды қатар орналастырмайды. 11-ші, көктемгі және өсіп даму кезеңінде ылғалдары әртүрлі пайдаланатын дақылдарды ұштастыра орналастыру керек. Келесі, соңғы, ауыспалы егісте дақылдардың құрамы топырақтағы және тыңайтқыштағы қоректік заттарды тиімді пайдаланатын болу қажет. Аймақтардың топырақ климат жағдайларының ерекшеліктеріне байланысты шарттардың саны мен мазмұнында өзгерістер болуы мүмкін. Мысалы, шашақ тамырлы дақылдардан кейін кіндік тамырлы дақылдарды, масақты дақылдардан соң жапырақты, күздік дақылдардан кейін жаздық дақылдарды орналастыру тәжірибесі бар. Топырақтағы азоттың мөлшерін төмендететін дақылдардан кейін құрғақ затында азот аз дақылдарды орналастыру қажет. Ауыспалы егістің сұлбасын жасағанда оның икемділік мүмкіндігін ескерген дұрыс. Ауыспалы егістің икемділігі деп оның сұлбасын күрделі өзгертпей-ақ негізгі дақылдардың үлесін арттыру мүмкіндігін айтады. Келесі, екінші сұрақ: ауыспалы егістердің буындары. Ауыспалы егістің бір жақсы алғы егісінен басталып, екінші жақсы алғы егістің алдында бітетін бөлігін буыны деп атайды. Буынның атын ол басталатын негізгі алғы дақылға байланысты береді. Сүрі танапты, отамалы, шөпті деп. Бір буында 2 және 4 танапты болуы мүмкін. Бір буында ауыспалы егістің сұлбасына мысал келтіреміз. Бұда бірінші ақтырмалы сүрі танап, екінші жаздық бидай, үшінші жаздық бидай, төртінші арпа. Осылай әртүрлі сұлбалары берілген. Келесі сұлбада бірінші буында ауыспалы егістің сұлбасына мысал келтірілеміз. Бұнда сүрі танапты, шөпті, отамалы дақылдар кезегімен орналасқан. Ауыспалы егісті жіктеу. Егіншілік аймақтарының топырақ климат ерекшеліктерінің және өсірілетін дақылдардың түрлерінің көптігі ауыспалы егістің сұлбасының алуан түрін береді. Сондықтан оларды жіктеудің өзіндік құндары бар. Сонымен қатар арнайы танаптық, шөп танаптық деген түсініктерге көңілге қона қоймайды. Арнайы, яғни мамандандырылған ауыспалы егістер дәнді, мақталы, күрішті, көкөністі, мал азықтық тағы болуы мүмкін. Барлық ауыспалы егістер танаптарға орналасатын болғандықтан танаптық деген атаудың да берері шамалы. Ауыспалы егістің төмендегі белгілері бойынша бұрыннан белгілі жіктеудің жаңа редакциясын ұсынды. Бірінші, дақылдардың құрамы немесе негізгі дақыл бойынша. Екінші, буындардың атауы бойынша. Үшінші, танаптардың санына қарай. Төртінші, қосымша, яғни арнайы белгілері бойынша. Дақылдардың құрамы бойынша ауыспалы егістер дәнді, мал азықтық, көкөністік, күріштік, мақталық тағы басқа немесе дәнді, мал азықтық тағы басқа болып бөлінуі мүмкін. Танаптардың саны бойынша 3, 4, 5, 6 тағы басқа танапты болып бөлінеді. Төртінші белгі бойынша ауыспалы егістің аталуы
толықтандырылуы мүмкін. Мысалы, топырақ қорғайтын, мал фермаларының маңайында орналасқан көп жылдық шөптерден тұратын танапты. Ауыспалы егісті жобалау. Ауыспалы егістерді жобалау келесі ұйымдастыру, шаруашылық және жерге орналастыру шараларынан тұрады. Бірінші шара шаруашылық мамандануы мен ауыл шаруашылық өнімдерін сатуды ескере отырып, егістік жердің құрылымын даярлайды. Екінші, топырақ құнарлылығы, бірдей жерлерді біріктіру, аумақты ұйымдастыру. Үшінші, ауыспалы егістің жер мөлшерінің шекарасын, танаптар санын анықтап, оларды жерді, техниканы және жұмысшы күшін тиімді пайдаланатындай етіп жоспарлау. Төртінші, ауыспалы егіс бағандарын орнату, танаптардың жиегін кесу арқылы ауыспалы егісті жерге орналастыру. Шаруашылықтың ішкі жерге орналастыру жобасы мен жер пайдалану картасын шаруашылық басшылықтарына тапсыру. Осыдан кейін жұмысшының екі кезеңді ауыспалы егісте игеруі басталады. Ауыспалы егістерді игеру келесі тақырып. Ауыспалы егістерді игеру танаптың тарихы туралы деректер жинаудан және белгіленген ауыспалы егістің сұлбасына көшу жұмыстарын жасаудан басталады. Ол үшін танаптарда соңғы 1-2-3 жылда орналасқан дақылдарда және олардың арамшөптерінің әртүрлі биологиялық топтарымен ластануының бал бойынша көрсеткішін білу керек. Ауыспалы егіске көшу жоспары белгіленген сұлбаны толық игергенге дейінгі танаптардағы немесе оның бөліктеріндегі дақылдардың орналасу тәртібін көрсетеді. Белгіленген ауыспалы егістің сұлбасына көшу жоспарына дайындағанда мынандай жұмыстар ретпен жүргізіледі. Бірінші, биыл дақыл егуге келмейтін жаңадан енгізілген жерлердің есебін алу, оларды ерте сүрі және жер тәрізді өңдеуді жоспарлау. Екінші, кестеге өткен жылдары себілген әрі жыртуға болмайтын жас көпжылдық шөптердің есебін енгізу. Үшінші, өткен күзде себілген күздік дақылдардың есебін алу. Төртінші, ауыспалы егістің негізгі дақылдарын ең жақсы алғы егістерге, яғни сүрі танап, көпжылдық шөп, дәнді бұршақ тұқымдастар, бір жылдық шөптерді орналастыру. Бесінші, басқа дақылдарды құндылықтарының төмендеуіне қарай орналастыру. Алтыншы, арамшөптер мен қатты ластанған танаптарды игерілетін ауыспалы егістің сұлбасында болмаса да сүрі танаптан өткізу керек. Жетінші, ауыспалы егісте көшу кезеңінің аяғында көпжылдық шөптердің барлық жастағылары болу үшін оларға танаптан жоспарлы түрде бөліп орын беру. Сегіз, алғы егістік барынша ерте құрылу керек. Жұмыстың жоғарыда келтірілген ретінен басқа ауыспалы егістер сұлбасын жасаудың шараларын басшылыққа алу керек. Игерілген деп дақылдардың кезектесу берілген сұлбаға алқаптарды пайдаланудың құрылымы ауыспалы егістің жобасына сай келетін, жоспарланған топырақ өңдеу, тыңайтқыштарды пайдалану жүйесі сақталған және жоспарланғаннан кем емес өнім алынатын ауыспалы егісті айтады. Игеру кезеңі мүмкіндігінше қысқа болу керек, яғни 2-3 жыл. Дақылдар жолақтап орналасқан топырақ қорғау ауыспалы егістерін игеру 4-5 жылға созылады. Бұл игеру кезеңнің соңғы жылы көпжылдық шөптердің барлық жастағыларының болуы үшін керек. Ауыспалы егісті игергеннен кейін дақылдардың жыл сайынғы танаптағы кезектесуі айналым кестесіне сәйкес жүргізіледі. Айналым кестесі бірінші және келесі айналымдағыларға қандай дақылдардың қандай танаптарда және қай жылдары орналасу керек екендігін көрсетеді. Келесі, ауыспалы егістердің сақталуы. Ауыспалы егістер игерілгеннен кейін олардың бұзылмауын қадағалау керек. Бұл үшін жыл сайын егістерді қабылдау кезінде дақылдардың танаптарда орналасуы айналым кестесімен салыстырылады. Осының негізінде дақылдардың ауыспалы егістерде орналасын тексерудің актісі жасалады. Ауытқулар жіберу ауыспалы егістің бұзылуына әкеліп соғады. Дәнді ауыспалы егістер. Дәнді ауыспалы егістер үш белгісі бойынша ерекшеленеді. Қысқа айналым, яғни ол 4-5 жыл, дәнді дақылдар үлесінің жоғары болуы және міндетті түрде таза және ықтырмалы сүрі танаптың болуы. Кестеде 3 танапты, 4 танапты, 5 танапты, 6 танапты және 7 танаптың сұлбалары келтірілген. Мал азықтық ауыспалы егістер. Батыс Қазақстанның жерді пайдалануының бір ерекшелігі ондағы табиғи мал азықтық алқаптар мен көл танаптардың көптігі болып табылады.
ол мал шаруашылығының белгілі бір мөлшерде ірі сабақты мал азықтарымен қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді. Дәрісті қорытындылай келе, ауыспалы егістерді дұрыс жоспарлау, топырақ құнарлығын сақтау және өнімділікті арттыру үшін маңызды. Оның тиімді схемасы негізгі дақылдарға басымдық беру, арамшөптермен күресті, қоректік заттарды тиімді пайдалануды және танаптарды оңтайлы бөлуді қамтиды. Ауыспалы егісте өсірілетін дақылдарға танап санына және аймақтық ерекшеліктеріне қарай жіктейміз. Оларды жобалау және игеру барысында танаптың тарихы зерттеліп, дақылдарды кезектілігі сақталады. Батыс Қазақстанда қысқа айналымды дәнді және мал азықтық ауыспалы егістер кең таралған. Ол топырақ қорғау жүйелерінің эрозиясын алдын алуға мүмкіндік береді. Келесі сайтта бақылау сұрақтары берілген, сұраққа жауап беруіңіз сұралады. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.